Кайырлы кеш, армысыздар? Кешки әңгімеде біз жазушы Ван Шуйенің күнә повестін баяндап соңына шықтық. Шынын айту керек, бұл шығарманы баяндау маған жеңіл болған жоқ. Толқытты, толғандырды, өкіндірді, кейде қиындықты алып келді. Сондықтан мен бүгін ең соңғы бөлігі ретінде осы шығармадан өзімнің түйгендерімді, ойлағандарымды көппен бөліскелі отырмын. Енді шығарма туралы баяндауда әйгілі жазушы Шыңғыс Айтматов пен америкалық бір сыншының сұхбатындағы бір сөздер ойға оралады. Онда айтады, екеуі бір нәрсеге толық келіседі. Жақсы шығарма қабат-қабат пияз сияқты дейді. Кейде оқырмандар соның бірінші, екінші қабатында ғана қалады дейді. Ары қарай айтатын терең ойларды, керемет эстетикалық орамдарды түсіне алмайды дейді. Кейде жазушының өзі 8-9 қабатта қалады дейді. Өйткені ғажайып бір талант, Тәңір сыйлаған сол талантта ол жазған дүниесінің өзінде аңғармаған дүниелерді бейнелеп кетеді дейді. Жазушының өзі 8-9. Ал жақсы сыншы, керемет толғамды адамдар соның 12-13 қабатына дейін, ең терең қаттарына дейін бара алады дейді. Бүгін біз енді шығарманың өзіміз түсінген кейбір тұстарын айтамыз, бәлкім бізде сол 1-ші, 2-ші, 3-ші қабатында жүрген шығармыз. Сондықтан мен кешегі баянның соңында сіздер алдымен шығарма туралы өздеріңіз ой түйгендеріңізді жазып көріңіздер, немесе ой елегіңізден өткізіп көріңіздер деп айтқанмын. Егер бастап тыңдаған болсаңыз, дәл осы жерден доғара тұрып, өзіңіз осы шығарма туралы не қорытындылайсыз? Егер жазудан ерінсеңіз, ойыңыздан 1-ші, 2-ші, 3-ші деп бір нәрселерді елестетіп көріңіз. Содан кейін жалғасты естіңіз. Бәлкім менің бұл толғанысым сіздің ойлағаныңыздан да таяз болуы мүмкін. Онда құба-құп сіз біршама терең оқырмансыз, алда сізге тіпті сәттілік тілеймін. Шығарма туралы, керемет шығармалар туралы өзіңіздің оқырмандық өреңізді өсіре беруіңізге, эстетикалық талғамыңызды жоғарылата беруіңізге тілектеспін. Егер менің бұл баяным сіздің ойлағаныңызға біттей үстем ой қосатын болса, немесе сіздің тіпті де терең ойлануыңызға, шығарманы терең түсінуіңізге көмегін тигізетін болса, онда менің мақсатымның орындалғаны. Сонымен бұл жерде біз шығарма туралы талқы арқылы сіздердің 3 нәрседе рухани өсу болса деп ойлаймыз. Біріншісі оқырманды көру. Бұдан кейін шығарманы оқыған кезде соны түсіну, соның эстетикалық қуатын, айтар ойын, соның ішіндегі жазушының шеберлігін түсінуге көмегін тигізсе. Эстетикалық талғам. Жақсы шығарма не? Қарапайым шығарма не? Қара дұрсын шығарма не? Соны парықтау. Үшіншісі өмірді түсіну. Шығарма өмірдің шындығы. Онда адам және адамның тағдыры бейнеленеді. Мен үстіпкен айтамын, өмірді олай бұлай емес, адам және адамның тағдыры. Адам және адамның тағдыры арқылы біз өзіміз жасап жатқан мына қоғамды, мына адамдарды, айналамыздағы болып жатқан болмысты тіпті терең түсінуге көмегін тигізсе, біз бір шығарманы оқып, тыңдап, содан өскеніміз болады. Айналамыздағы құбылыстар, айналамыздағы шындықтар, факттер туралы. Елдің айтқан ойымен емес, елдің көрсеткен ойымен емес, өзіміздің талғамымызбен дұрыс, басқаша, жыт жаңа, енді бір қырынан қарай алсақ, қани алсақ, онда керемет өзіміздің жеке дара көзқарасымыз, сыни көзқарасымыз қалыптасқан тұлға боламыз. Сондықтан өмірді түсінуге әдеби шығарманың көмегі тиеді. Егер оқырманды көру, эстетикалық талғам өмірді түсінуге әрбір шығарма оқыған кезде осыған көмегін тигізсе, осы жақтан сіз өсіп отырсаңыз, сіздің де эстетикалық ләззат алғаныңыз, сіздің де өскеніңіз. Менің де осы шығарманың баяндағандағы мақсатым орындалған. Сондықтан біз осы бөлекте соған көмегін тиеме деген оймен шығарма туралы толғанысты жасап отырмыз. Енді өзіміздің негізгі бөлекке келейік. Бұл шығармадағы мен өзім сезінген ерекшеліктерді бір-бірден айтайын. Біріншісі, шығарманың баяндауы. Яғни шығармадағы уақиғаны бастан аяқ баяндау тәсілі қарапайым, дәстүрлі тәсіл. Ертегі тәсілі, немесе жұңға әдебиетіндегі ертедегі анау су бойында үш патшалық қиссасы, Қызыл Сарай түсіндегі қалыптасқан байырғы тәсіл. Осы тәсілді өте керемет пайдаланған, көнені жаңғыртқан, немесе көне тәсілдің өзінен әдеби әсемдік тудырған. Мысалы, шығарма қалай баяндалады? Алдымен бір кейіпкер ортаға шығады. Мысалы, Жаймашы, Чензуо, одан кейін оны баяндап отырып, екінші ойын ортаға шығады, оларды баяндап отырып, судья
Чынзу ортаға шығады, судья Чынзуны баяндап отырып, оның нағашы ағасына өтеді, оның жұбайын өтеді. Сөйтіп кейіпкерлер бірінен кейін бірі, біреу арқылы екіншісіне өтіп отырады. Су бойындағы анау 108 батырдың бірінен кейін бірі саханаға шыққаны сияқты. Қарапайым, байырғы тәсіл, бірақ әдемі. Екіншісі, уақиғаның осы баяндау рет тәртібіндегі қарапайымдылық тілінен де көрінеді. Жалпы шығарма тілі нақты, бояусыз, қарапайым ғана. Енді шынын айту керек, авторға мен авторлыққа қол сұққандай болып, кейде шығармада баяндалмаған, айтылмаған сөздерді уақиғаны баяндаған кезде қостым. Бұл жерде мен көпшілікті мүмкін болса түпнұсқаны оқуға ұсыныс етер едім, шамаларыңыз жетсе. Неге олай болды? Өйткені автор өте қарапайым баяндайды, кейбір нәрсені емексітеді, немесе уақиғаны айтады да ар жағындағы сөзді айтпай кетеді. Оны оқып отырып өзің түсінуге тиіссің. Ал сіздер түпнұсқаны көріп отырған жоқсыздар, асықпай ойлануға мүмкіндік жоқ. Мен түсінуге ауыр болмасын деп кейбір жерде уақиғаның арғы жағындағы сөздерді қосып отырдым. Автордың емексіткен сөзін қосып отырдым, түсінуге жеңіл болу үшін. Сондықтан автордың тілі бұл жерде қарапайым, нақты, бояусыз. Бұл жерде біздің қазақ әдебиетіндегі бір кемшілік бар, яғни көп шығармаларды оқысаңыз, кейбір нәрсені оқысаңыз, баттама бояу бізде, үст-үстіне өте көп, теңеу, эпитет, метафора өте көп. Сонсоң жаңағы суреттеу, тілдегі образдылықтың жөні осы деп өте бояу көп береміз. Ал бұл жерде бояусыз, яғни реңсіз телевизор сияқты қарапайым, нақты үстіп келеді. Сондықтан тілдегі қарапайымдылық, уақиға баяндаудағы қарапайымдылық шығарманы қарапайым қылып тастаған жоқ, бірақ шығарма сондай көркем. Қарапайымдылықтан туған шынайылық, көркемдік. Мәселен, кейіпкерлердің жан дүниесін ашады. Бұсын ашқан кезде де жаңағы қазіргі соңғы модернизмдік әдебиеттегі сана тасқыны деп адамның ішкі жан дүниесін суреттеу, олар аз. Оның орнына нақтылы деталь, уақиға, жаңағы кейіпкерлердің нақтылы бір уақиғалар арқылы жан дүниесін ашады. Мысалы, бір ғана мысал айтайық, Томидің соңғы көп толқыныстардың ішінде жаңағы ең ақырында үйіне қайттауы, бірінші күні таксиге отырып көшеде қаңғуы, қайда барар бағытын білмей, әке шешесінің үйіне баруы, ертеңінде әке шешесінің үйіне бармай жатаққа жатуы, соңғы күндерде күн түн демей үнемі арақ ішуі, яғни күнде кешке қызметтен түскеннен кейін жаны шырқырап, тыныш таппай араққа беріліп, сол арқылы жатаққа қайтып темекі шегуі, осы бір детальдар арқылы оның жан дүниесін соншалық азаптанып, қиналып, ұйқы күлкі көрмей, жаны тыпыршыған сәтін бейнелейді. Деталь арқылы, ішкі монологтар емес. Бұл оның екінші ерекшелігі, тілі қарапайым, нақты, детальды болды. Үшінші бір ерекшелігі, уақиға тартыс өте нанымды, жоғары шекке дейін жеткен. Бірінен бір өрбейді, бірақ нанымды. Автор айтады, бұны жазған кезде қандай нәрседен әсер алған. Яғни, реал өмірде ол өзінің ауылдас бір інісін көреді, өзімен бірге болған, кейін аты жөнін бірақ өзгерткен, сөйтсе ол жаңағы біреудің орнына, біреудің шақыртуын орындап университетке түскен бала екен. Бірақ сондай басқа сырт қалада жүреді, ауылына қайтпайды, кезген, мұңлы, азапты. Әсілі жақсы ізденгіш бала еді дейді. Өзінен бір қанша жас кіші. Жаны шырқырап жүргені сезінеді. Осы уақиға ғана. Автордың жазуына негіз болған деталь осы ғана. Оған біз көрдік, жаңағы біреудің орнына ұрлаған адамды немене қылып шығарды? Судья қылып, сотшы қылып шығарды. Ал ұрлаған адамды адам өлтіруші қылып шығарды. Көрдіңіз бе? Уақиғаны құрастыру өте шебер. Әрі ол нанымды да, адам сенетіндей нанымды, жалған құрастырған зорлықпен телеген сияқты емес. Сонымен бірге уақиғаның өрбуі де өте нанымды. Бірінен кейін бір жаңағы сот ашам ба жоқ па, сот ашу барысында әшкерленіп қалатын болды. Ең ақырында саудагер Чынзу оны аман алып қалу үшін судья Чынзу ақша шығарады, шырқырап, жаңағы адвокат жүгіреді. Бірақ осы жерде егер автор аман алып қылса қолында тұр еді. Өйткені шығарма ғой. Бізді иландырып тағы да аман алып қалатын еді. Алайда үйтетін болса, шығарма дәл осындай көркемдікке жетпес еді. Адамның жанын шырқыратып, былайша айтқанда жазушы ретінде оқырман бізді аямай, жанымызды ауыртып отырып, Чынзу оны ең соңында өлім жазасына үкім еттіреді. Оған жаңағы тағы бір нәрсені себеп қылып тартады. Үш бірдей сақшы бөлімшесіндегі сақшыны біреулер өлтіреді. Олай болатын болса, қоғамдық аңыз күшейеді. Ойбай, заң атқарушыларды елдің бәрі бүйтіп өлтіре берсе бола ма, қатаң соққы беру керек деген осы бір сөзбенен ең ақырында ол
өлім жазасына кесіледі. Ал бұл жағдай Думиға да өте ауыр дейді. Аман қалатын болса, бәлкім Думидің жан дүниесінің шырқырауы сәл жеңіл болатын еді. Думи ақырында айтады, ойлайды, мен соны өлтірген қылмыскерлердің бірімін. Мен де соның қатарындамын дейді. Өзін адам өлтірген қылмыскер ретінде қарайды. Әсілі ол адалдықты, әділдікті жақтап жүрген адам еді. Сол үшін күресіп жүрген адамын деп, өмірімді сол үшін арнап жүрген адамын деп мақтанатын еді. Алайда оның мақтаны, оның өмірлік арманы, ұстанымы күл-талқан болады. Сондықтан уақиға өте нанымды, әрі ең жоғары шекке жеткізген. Бейне бір көркем күйді шертіп келе жатып, ең ақырында сол күйдің бір мұңлы күй дейік, ең жоғары шегіне жеткен кезде ішек үзіліп, күйден де артық бір бізді бүкіл немнеге түсірген сияқты. Сондықтан уақиғаның өрбуі, тартыс, ең соңғы шешім бәрі өте нанымды, шебер орналастырылған. Төртіншісі, кейіпкерлердің жан дүниесі өте толық ашылған. Еті тірі адамдар көзбен көріп тұрғандайсыз, қолыңмен түртіп көргің келеді дейтін бір сөз бар. Сондай ет пен сүйектен жаралған толыққанды адамдар. Және олардың жан дүниесінің өзгерісі бізді иландырады. Мысал айтайық, осы жерде судья Чэнзуо мен оның нағашы ағасы қайтеді, мүмкіндіктің барында жасырғысы келеді. Неге? Олар неге Думи сияқты әшкерлеуге, азаптанып, солай істей салуға қадам баспайды? Өйткені олар ауылдан шыққан адамдар. Олардың мүмкіндіктері өте шектеулі. Мәселен, Чэнзуо жөнінен алғанда, егер ол өзінің осының алдындағы бүкіл болмысын әшкерлейтін болса, онда ол саудагер Чэнзуоның қатарына өтеді. Оның бүкіл өмірі ойран болады. Қайтадан орнынан тұруы қиын. Өйткені саудагер Чэнзуо орнынан тұрды ма? Тұра алмады. Емтиханға біреу кетті, сол қалпы ол өмірі жоғары мектеп оқымағаннан кейін саудагер болып, одан ауру болып, сөйтіп төменгі жікте кетті. Олай болатын болса, Чэнзуо да егер өзін әшкерлейтін болса, адалдық, әділдік үшін осыны айтатын болса, өзі суая құрдымға кетеді. Онымен қоса нағашы ағасы да сондай. Олар да қарапайым ауылдың адам. Ол бір өмір жинаған абыройынан айырылады, тіпті өзінің екі ұрпағының бұдан кейінгі болашағына зиян тиюі мүмкін. Сондықтан олар ұтыла алмайтын адамдар. Олар күнәдан арылу үшін шындықты айтуға мүлде батпайтын адамдар. Әрі ашынасың, әрі кектенесің, әрі жаның ашиды. Олардың мүмкіндіктері соншалық шектеулі. Ал Думи болса, оларға қарағанда қалада өскен, мүмкіндігі кең. Мәселен, бірінші рет Думи қайтты. Бір мұралға жат махаббат үшін шетелге кете салды. Мына университетті бітірді де шетелге кетті, өйткені оның мүмкіндігі кең. Семья жағдайы жақсы, ақшасы көп, әкесінің үлкен мәнсабы бар, үлкен қалада өскен. Оның мүмкіндігі кең. Сондықтан ол бір реткі жеңіліс немесе бір реткі мұралдық жақтағы азаптан қайтып құтылды, тастады да кетіп қалып құтылды. Ал мәселен Чэнзуоны айтайық. Алғашында басқаның орнына университетке барғанын біліп, немесе барғаннан кейін бір жылдан кейін әлгі баланың ақшасы жоқтықтан емес, ағасы алдап алғандықтан оқуға бара алмағанын білгеннен кейін ол тастап кете алмайды. Онда ондай мүмкіндік жоқ. Яғни Думи сияқты тастап кетіп, енді шетелге барып оқитын мүмкіндік жоқ. Екінші жыл қайталап оқитындай да ақшасы жоқ оның. Сондықтан оның мүмкіндігі шектеулі. Олар қайтты барынша жасырғысы келді. Жан жүрегі шырылдайды, азаптанады, бірақ қадамға бармайды. Нағашы ағасының істеген ісіне бар болғаны, саудагер Чэнзуоның баласына қайтты, көмектескен болды, жақындағы сыйлық ақша берді, егер университетке түссе, мен соны оқытамын деп, сол бір әрекеттерден жанына тоят тапқандай болды, осымен мәселені шешкендей болды. Ал судья Чэнзуо 200 мың ақша шығарды да, ол да жан дүниесіне тыныштық тапқандай болды, осыны жалғыз істедім, осыдан артыққа менің амалым жоқ деп. Ал Думи бұның бәріне шыдамады. Өйткені оның мүмкіндігі кең. Сондықтан ол күнәдан арылуға қадам баса алмаса да, ең соңында ақиқатты айта алмаса да, қайтты, қызметін тастады, некеден ажырасты, ел аралап кетті. Өйткені оның мүмкіндігі бар. Егер Думи да бұлардың қатарында бүгежектеп қалатын болса, шығарма илануды болмас еді. Кейіпкерлердің жан дүниесі толық ашылмас еді. Думи басқаша талғам жасайды, Чэнзуо және оның нағашысы басқаша талғам жасайды. Ал біз тағы бір адамды қарайық. Ол жауапкер Чэнзуо немесе саудагер Чэнзуо. Ол қандай таңдау жасайды? Ол ешқандай арызданбау, шындықты айтпау, өлім тілеу. Өйткені ол анандай әрекет өткізгеннен кейін біреудің жалғыз ұлын, өзінің ұлы сияқты университет оқып келген баласын
өлтіргеннен кейін, қызметке енді орналасқан баласын өлтіргеннен кейін, өзі университет оқи алмаған өкініші бар, баласы оқыса екен деген армандары бар. Bir шаңырақтың осындай арманын өшіргенін білгеннен кейін, ол енді ары қарай мен аман қалайын деген ойдан аулақ. Ол тек сөзсіз мен өзімді құртқанда ғана, қанға қан болғанда ғана осы күнәдан арыламын деп, күнәдан арылу жолын солай таңдайды. Оныкі де иланымды. Әсте жаңағындай адвокат оған емексті, бәк сенімен бірге қалада өскен екен, ана судья Чынзо деген бар, сендер бір мектепте екеуің едіңдер деген кезде де ол тірлікке ұмтылған жоқ. Болды, мейлі, бір ұрдаған шығар, маған керегі өлім. Өйткені мен өте ең қанқұйлы қылмыс өткіздім. Өзімнің армандаған нәрсеме, өзімнің өмірлік ұстаныма қайшы келдім деді. Сондықтан кейіпкерлердің жан дүниесі өте иланымды ашылады. Сонымен біздің алдымызда күнәдан арылу үшін қадам жасағысы келетін, жасай алмаған, жасаудан қорыққан, жасауға мүмкіндігі жоқ, жасауға мүмкіндігі бола тұра одан қашқалақтаған адамдар легі, кейіпкерлер легі шығады. Өзі де трагедияның құрбаны болған, ауыр трагедияға ұшыраған жауапкер Чынзо ғана өзінің өмірін, яғни трагедия арқылы күнәдан арылған қадам жасайды, басқа ешкім емес. Міне осыдан кейіпкерлердің жан дүниесі толық ашылған, иланымды, ешқандай жаңағы ішкі жан дүниені қопарып жазған, олардың ішкі ойын, сана тасқын жазған жағдай жоқ, уақиғалар легімен бәрін көре аласыз. Сонымен шығарма ең соңында бізге нені жеткізді? Күнәдан арыла алмаған қоғам, күнәдан арыла алмаған адамдар айналамызда көп. Біз соның қатарындамыз. Бәріміз үлкенді кішілі әртүрлі, махаббат пен ғадауат майдандасқан, Абайдың айтпағындай жүрегіміздегі әртүрлі күнәдан арыла алмай өмір сүріп жатырмыз. Ең соңында Чынзоның қабірінің басындағы сурет болады, бұл Чынзоның қабірі дейді. Сол қабірға көмілген Чынзо ғана емес, бүкіл біздің айналамыздағы адамдардың әлжуаздығы, әлсіздігі, шындыққа бетеке келе алмайтындығы, қорқақтығы, осылардың бәрі бар. Мұңлы, ауыр. Қоғам жақсы, заман дамыған, заң түзім кемелді, барлық шарт жағдай жасалған болса да, біздің айналамызда адамдардың әлсіздігі, ішкі ғадауатының күштілігі, ішкі күнәсінің ауырлығынан көптеген істер толып жатыр. Әрі ол күнәдан арылуға біз әлі толық дайын емеспіз, немесе біз ерлігіміз, батылдығымыз, күш-қуатымыз, жігеріміз жетпей жатыр. Автор осыны бізге ашып көрсетті. Бізге екінші Чынзолар болмас екен деді. Енді ондай Чынзолардың қабір болмас екен, оның орнына батылдықпен күнәдан арылу үшін қадам тастаған, тіпті шарт жағдай бола тұра қашып кеткен думилар емес, бәрін әшкерлеп, бәрімен бетпе-бет келген думилар болса екен, жаңағы Чынзоның қабірінің басына барып суретке түсіп өкінетін думилар емес, Чынзоның қабіріне басына барып тұрып, егер сондай жағдай туылса, шындықты айтқан, шындықты әшкерлеген думилар болса екен деген ішкі тілегімен шығарманы аяқтайды. Біз де соны күтеміз. Барлығымыз өмірімізде үлкенді кішілі ішкі жан дүниеміздегі білінбеген күнәларымыз бар, қиындықтарымыз бар, қателік кемшіліктеріміз бар. Сонымен бетпе-бет келе алып жүрміз бе? Махаббат пен ғадауат майдандасқан кезде ғадауатты жеңіп жүрміз бе? Өзіміздің жан дүниеміздің тазалығы, сұлулығы арқылы мынау өмірге, қоғамға, айналамызға сұлулық бағыштай алып жүрміз бе? Немесе қоғамның, өмірдің әуелгі мінсіз таза сұлулығын біз өз жан дүниеміздегі бір заттанып кеткен заттық байлық үшін, атақ, абырой, мәнсап, ақша, тағы басқалар үшін күнәға батып бүлдіріп жүрміз бе? Содан арылуға қадам басып жүрміз бе? Деген мәселені біздің жан дүниемізге жазады, ойландырады. Сондықтан оқуға ауыр, көңілге мұң салғанымен терең ой салатын, бізді рухани жақтан да, өмірді түсіну, адамдарды түсіну жақтан да бір белеске өсіретін жақсы шығарма. Аман осындай жақсы шығармаларда кезге берейік. Келесі жақсы кітапта кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет. Егер артық кем жері болса, жекеме болсын, хат жазып, пікірлесулеріңізді қарсы аламын. Бұл енді менің жеке көзқарасым, жеке талғамым, толғамым, оқығаннан кейінгі өзімнің жеке ойларым, қате жерін қалдырып, егер дұрыс жері болса, сіздерге ойларыңызға ой қосатын болса, мақсатым орындалғаны. Жарайдымда, осы жерге дейін болсын. Келесі кітапта кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.